Жылқының сілікпе дерті. Шектен тыс шөлдеген жылқы сілікпе дертіне шалдығады. Таңдайын тарта есінеп желге аузын тосады. Ауыздығын шайнап ішін тартып көрсінеді. Танау қуысы қуқылданып, қуырылып қатпар түседі. Дүркін аяқ астын тартып иіскейді. Өзінен бұлшық аралас жасағады. Екі бүйірін соғып ауызы көбірсіп тер басады. Сілікпеге ұрынған жылқы жағы қарысқандықтан су жұта алмай, жұтқан суы танауынан ағып кетеді. Мұндай жағдайда оны емдемесе жылқы өледі. Емдеу тәсілі: шөлдеген жылқыны судың басына әкеліп жел жаққа тұрғызып алдымен судың салқын самалын соқтыртады. Одан кейін денесіне су шашып салқындаған соң күре тамырынан аздап қан алады. Бұдан кейін жылқының аузына қамшының сабын жүгіртіп көп жылар маңдай тістерін қозғап жағының қарысын ашады. Шаралар дұрыс атқарылса жылқы су ішеді. Бірақ қатты шөлдеген жылқыны қанғанша суаруға болмайды. Шала суарып судың басына басы суға жетпейтіндей етіп